Ал, ассалаумағалейкум Олжас бауырым. Ассалаумағалейкум. Көптен бері осы интервью жазамыз деп екеуміз келіскен едік. Мынау депутат болуға үміткер болғаны құтты болсын. Рахмет. Шын жүректен құттықтаймын. Қазір құрметті көрермендер, бізді көріп отқан кісілер, біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызға TikTok, Instagram, Facebook, YouTube парақшаларымызға жазылыңыздар. Мен есім Рафик Жарылқасынов. Мен есім Олжас Әбілхайыр. Тағы да бір рет біраз күн болып бірге жүрміз, үгіт насихат жасап жатырмыз. Олжас, бірінші сұрақ, Олжас кім? Олжас оңтүстік Қазақстан облысының тумасы, ұлы даланың қазақтың бір ұлымын. Алматыға көшіп келгелі 15 жылға таяп қалды. 15 жылдың ішінде біраз көпшілігіміз сынды көрген қызығымызда, қиыншылығымызда жететін осы елдің бір азаматымын. Өз кезінде пәтер жағалап, аладор аралап, жұмыс таппай көрінген жұмысты жасадық. Одан кейін ала бұйырып, басқа салаларға өттік. Біраз қаржы саласында жұмыс атқардым, мұнай саласында жұмыс атқардым. Бүгінгі күнге мен заңгермін. Заңгер болғанда қарыздармен жұмыс істеу бөлімінде қызмет атқарамын. Коллектор? Коллекторлық компанияларда да жұмыс істедім. Бүгінгі күнге онда да жұмыс атқарамын. Негізгі жұмысым Қазақстан коллекторлар қауымдастығының жауапты хатшысымын бүгінгі күнге. Керемет. Және сол қауымдастықта жұмыс істеймін. Енді көріп отқан кісілердің бәріне бірінші сұрақ қой. Енді бәріміз білеміз, коллектор десе бір қазір бір өзінше бір бейне қалыптасты да қауымда. Коллектор дегендерің ол жаңағы адамдарды қинайды, телефонмен мазалайды, туысқандарына хабарласады, қарызды қайтар дейді. Енді халықта қазір қайтпай жатқан кредит көп, сол жағын қалай түсіндіресіз? Сіз депутаттыққа түсіп жатсыз да, бірақ жұмысыңыз осы уақытқа дейін халықтың қарызын өндірумен байланысты сияқты менің көзімше. Олай дұрыс түсінбедім ба? Айтыңызшы соны. Дұрыс, өте орынды сұрақ, Раке. Рахмет. Бұл жерде былай ғой, ең бірінші мәселе бұл халықта қалыптасып қалған пікір. Коллекторлар дегеніміз бүгінгі күнге, мысалға мына Қазақстанда бұл заң саласында қызмет атқаратын кәсіби заңгерлер бірінші кезекте. Әрине, коллекторлық қызметтің өзі 3 саладан тұрады. Ол soft collection, hard collection, legal collection деп аталады. Soft дегеніміз ол күнделікті телефон арқылы хабарласу, ескерту жұмыстары. Hard collection деген ол күнделікті емес, іздестіру, адаммен қарым-қатынас, тікелей байланыс, не болмаса тұрғылықты жұмыс орнына шығатын қызметкерлердің жұмысы hard collection деп аталады. Және сотқа беру, соттасу, және мынау исполнительный производство дейді, атқару жүйесін, атқару парағымен жұмыс атқару саласы ол legal collection деп аталады. Біздегі Қазақстандағы коллекторлық компаниялар барлығы бағынатын заң бар. Закон о коллекторской деятельности деп аталады. Коллекторлық қызметтер туралы заңы. Онда барлық іс-әрекеттер, егер қиын болмаса, кез келген азамат Google арқылы кіріп 5-ші статьяны оқып көруге болады. 5-ші бапта барлық атқаруға мүмкін іс-әрекеттердің барлығы анық-қанық жазылған. Және сол заңды қабылдауына бізде тікелей қатысымыз бар адамдармыз. Және бізде сол заңды қабылдаған кезде, мәжілісте талқылаған кезінде бізде өз үлесімізді қосқанбыз. Және пікірге қатысты айта кететініміз, біз барлығымыз ақпараттық ағымда өмір сүріп жатқаннан кейін, көп жаңағы адамды қинайды, бүйтет деген заттар, оның көбісі, мен шын айту керек, ол Ресей тарапынан келетін пропаганданың арасындағы ақпарат. Бір жағы. Себебі бізде, мен өзім коллекторлық салада жұмыс істеп жүргенім мінекей 13 жылдан асты. Оның алдында қаржыландыру саласында жұмыс істедім, онда да борышкерлермен жұмыс атқаратынбыз. Осы күнге дейін мынау халықта қалыптасып қалған адам жейтін, не болмаса қорқытатын, үркітетін деген мен коллектор өз басым көрген емеспін. Мен өзім халықпен тікелей жұмыс жасаған адаммын, осы күнге дейін жасаймын жұмысты. Қазақстан барлық өңірінде жұмыс жасадым, және мен еш жерде бірде-бір коллектордың біреуді барып ұрып, соғып, болмаса үркітіп атқан көрген емеспін. Және мен ешқашан біреуге
ұрып соғыңдар, болмаса үркітіңдер деп те айтқан емеспін, маған да онда ешкім айтқан емес. Себебі бізде заңға сәйкес жұмыстар бар, біз соны атқарамыз. Әрине, бес саусақ бірдей емес, бұл жерде атап өту керек, оны жасыратын жоқ. Кей кезде жаңағы кейбір азаматтар білместіктен болады, болмаса мынау борышкерлердің өз тарапымен өздерінен де кейде болып жатады. Мысалы, коллекторлармен ұрсып қалады, балағат сөздер айтып жатады, мазаламаңдар дейді. Сондай кезде бір-біріне қатты сөздерді айтып қоятын болады. Оны жоққа шығаруға болмайды. Бірақтан заң тарапынан алатын болсақ, мен осы күнге дейін бір коллектор бар, біреуді ұрып кетіпті, болмаса бірдеңесі тартып алыпты деген мен сөз естіген емеспін. Ондай бар болса жіберіңіздер, көрейік. Өте қызық. Құрметті көрермендер, сіздер көресіздер, таратасыздар, оңыларыңызға рахмет. Өйткені әрқайсымыздың туысқанымыз бар, танысымыз бар, жора жолдасымыз бар, жаңағы қарызым бар еді, Каспий блокқа түсіп қалды деп. Әсіресе таксистердің арасында өзім көп байқағаным, таксиге мінген кезде Каспиймен аударайын десең, олардың счеттары жабық болады да. Сондықтан басқа әйелінің туысының неғысын. Сол үшін сіздерге қызық болса, сұрақтарыңыз жазыңыздар. Мен өзім сіздерге сөз беремін. Сіздердің комментарийға жазған сұрақтарыңызды Олжасқа қарыз жайында қалай қайтарамыз, қалай бұғатталған өзіміздің есеп шотымызды ашамыз деген сұрақтар болса қойыңыздар. Және мысалға қазір сіз Алматы қаласы бойынша маслихатқа үміткерсіз, депутаттыққа. Қай аумақ? Бірінші аумақ. Алматы бойынша бірінші аумақ. Ол қай аудандар Алматы? Алатау ауданы. Алатау ауданы. Енді қараңыз, сізді депутаттық сайладық дейіңіз, жеттіңіз. Сіз неден бастайсыз жұмысты? Ең бірінші, мен өзім заң саласының қызметкері болғандықтан, бізде, менің жеке пікірімше, бізде сот жүйесі, атқару жүйесі мынандай әлсіз деп айтсақ болады. Конституцияда жазылған бізде заң бар. Әрине, қазір басқаша айтуға болады, заң біреуге қатысты, біреуге қатыссыз деген сияқты сөздерді айтамыз, ол шындық. Менің жеке пікірімше, сот заң қисық болсын, түзу болсын, біреуге ұнасын, ұнамасын, кейде сот шешімдері заңға сүйене отырып, былайынша айтқанда сәл әділетсіздеу сияқты көрініп шығып жатады. Өте керемет. Несправедливый деп аталады. Бірақ менің жеке пікірімше, ондай заңдар болатын болса, оны қайта қарастыру керек. Бүгінгі күнге қандай заң бар, сол заң жұмыс істеу керек. Ол арғарай әрине талқылай беруге болады. Ең бастысы мына бүгінгі күнге бекітілген заңдарды жұмыс жасау тәртібін қадағалау, бірінші мәселе. Содан кейін мысалға дұрыс емес жазылған заңдар болады, кейде бір сәл қарама-қарсы келеді, қайшы келетін заңдар болады бір-біріне. Сондай заңдарды қарастыру үстінде өзгерту енгізуге болады, қайта қарастыруға болады. Бірақ қазіргі бірінші мәселе біздің заңның жұмыс істеуі. Менің пікірімше осы ең маңызды мәселелердің бірі. Жақсы, Олжас мырза, енді мынаны айтыңызшы. Біз қазір көріп атқанымыз, шыны керек, маслихатқа түсіп атқан үміткерлер бар да, бірақ маслихат не істейді, оны біз білмейміз. Шыны ғой? Қазақстанда маслихат мынандай жұмыс атқарды, немесе маслихаттың депутаттары мынандай өзгеріске қол жетті, мынандай жетістіктер бар деп айтуымыз қызық, өйткені біз білмейміз не істейтін. Сіз бізге түсіндіріңізші, маслихат не жұмыс атқарады, және маслихатқа депутаттықты таңдау не үшін маңызды екенін? Ең бірінші кезекте біздер маслихат дегеніміз, мысалға мәжіліс бар, бүкіл елге қатысты шешімдер қабылдайды, заң қабылдайды, және бағытын анықтайды, және былайынша айтқан кезде вектор беретін мәжіліс бізде, қабылдайды, не болмаса қабылдамайды деген сияқты. Дәл сондай маслихат, былайынша айтқанда, мәжілістің бір кіші бөлігі десек те болады, тек қана оның құзырына осы қала ғана кіреді. Және осы қаланың ішіндегі халықты қызықтыратын, болмаса таластыратын, ұрыстыратын сұрақтардың барлығы маслихатқа тікелей қатысты болу керек. Және сол жақта талқылану керек. Делік, мысал үшін, Алматының ішінде 8 аудан бар. 8 ауданның мысалға атқарылатын, қалай айтсам екен дұрыстан, 8 ауданның бюджетін қарастыратын бір маслихат. Соның салдарында, мысал үшін, бір ауданға, Медеу ауданына дейге, қаражат көбірек бөлініп жатады, ал Алатау ауданына, мысалға, қаражат азырақ бөлініп жатады.
Оған енді әрине әртүрлі себептер болады. Ол жерде халық саны болады, жаңағы турист тарту деген сияқты, мысалы инфрақұрылымға қатысты шығындар болады, тау бөктеріндегі жұмыстар қымбатырақ болады, жазықтағы жұмыс арзанырақ болады деген сияқты. Оның әрине өзінің ерекшеліктері көп. Десе де менің жеке жаңағы алдыма қойып отырған мақсатым ең бірінші кезекте жаңа мен айтып отқандай әділеттілік. Егер ала бұйырып мен мысалы депутат болып жатсам, ең бірінші кезекте мен өзімнің бірінші аумақтан өтіп отырған аумағыма қатысты барлық сол аумақтың бірінші кезекте мұң-мұқтажын қорғауға, жеткізуге және соның орындалуын талап етуге мен ниеттімін. Әрине кез келген жаңағы проблема, былайша айтқанда қиыншылық, түбі бүгінгі күнге келіп тірелетін мәселе ол әрине ақшаға. Және сол мәслихатта отырып, сол бюджетті құрған кезде, бюджетті анықтаған кезде және бағытын берген кезінде, мынау бірінші аумаққа қатысты, бірінші округқа қатысты, мен өз тарапымнан қолымнан келгенше жеткілікті етіп сол бюджетті қорғауға ниеттімін. Менің ниетім сода. Себебі бұл жерде айта кету керек, Раке, біздің Алматы ең үлкен мегаполисіміз, 2 миллиондық. Қазақстанның кәсіпкерлерінің 30%-нан жоғарғысы шоғырланған деген мәліметтер бар, Енді ол туралы мен дәл қазір былай деп айта алмаймын, бәлкім олай болуы мүмкін. Себебі ең көп компаниялардың бас офистарының барлығы осында, бухгалтерия осында, демек бүкіл ақшаның барлығы осында. Десе де Алматы былайша айтқанда екі әлем. Мына Райымбек Батыр көшесінен төмен бір әлем, былай қарасаң, және Райымбек Батыр көшесінен жоғары бір әлем. Райымбек Батыр көшесінен жоғары бір әлемнің мұң-мұқтажы бір бөлек. Мысалы ол таза қала, гүлзарлар, су бұрқама, жаңа ғана бір кісілердің айтуы бойынша баяғы арықтарымызда форель жүзетін еді деген сияқты әңгімелер мысалға да. Көк-сөк, сондай әңгімелерге біздің жоғары жақтың, енді ол мен былай жалпы тілде айтып жатқаным ғой, әрине одан да басқа мұқтаждық көп, но десе де мысалы көзқарас сонда. Ал Райымбек Батыр көшесінен төмен мысалға Шаңырақ, Қарасу, жаңағы Ұлжан, жаңа қандай ауылдар бар ан жақта, Шаңырақ 2, Көк Қайнар сынды мысалы үшін Теректі ауылдарды алатын болсаңыз, шағын аудандарды, ол жақтың мәселелер сол баяғы мәселелер, әлі 30 жылдан бері шешілмеген. Тас жол жоқ, көшелерінде жарықтандыру жоқ, үйлерінде жаңағы орталық канализация жоқ, бір жерлерде су жоқ, жазды күні, қысты күні бір жерлерде басқа зат жоқ. Ең адамға керек бірінші кезектегі мұқтаждық жаңағы адамның өзінің комфортный условия дейді ғой, жаңағы ыңғайлы ортасы құру үшін ең қарапайым заттардың жоқтығы. Мысалға сол сіз айтқан аудандарды, сіз айтқан мөлтек аудандар ма, қазір ауылдар ма, Әл-Фараби көшесімен салыстыратын болсаң, аспан мен жер дейді. Ол келеңсіздікті қалай жоюға болады, және Алматы қаласының бір жағы жақсы, бір жағы жаман болуы не себеп, айтыңызшы, білесіз бе? Енді оны мен қалай айтсам екен, сіз Раке аяқ астынан қызық сұрақтар қояды екенсіз, әрине мен қолымнан келген жауап беруге тырысайын. Бізге сол қызық, өйткені біз депутат сайлағалы отырмыз ғой. Дұрыс. Енді ол жерде бірінші себеп, бәлкім менің пікірім бойынша, мен шынымен айтам, мынандай сұрақтарға дайын емес едім. Менің жеке пікірім бойынша, неге мысалға Әл-Фараби мен әлгі Райымбек Батыр көшесінің төмен жағы екі әлем деп өзім айтып отырғаным, себебі Райымбек Батыр көшесінен төмен жақтың бәрі құрылғанына сол 15-20 жылдың төңірегі, плюс-минус 1-2 жыл шығар, 5-6 жыл шығар. Ал мына негізгі орталықтар Абай көшесі, Сәтбаев көшесі, Райымбек Батыр даңғылына дейінгі көшелердің барлығы, олар бұрынғы сол советтік үкіметінің кезінен құралып, негізгі инфрақұрылым сол кездерде жасалып, барлығы сол кезден бастап дамыған қаланың бөлігі. Ал мына төменгі жақтағылар, ол мысалға мен сияқты, жаңағы сол Алатау ауданы тұрғындары сияқты 10-15 жылдың төңірегінде, 20 жылдың төңірегінде көшіп келіп, өздері қолдарынан келгенше жаңағы әрекет жасап, бір жер сатып алып, сол жерге үй соғып, сөйтіп қоныстанып кеткен адамдар. Сондықтан менің пікірімше, оның ол төменгі бөлікке аса көп көңіл бөлінбейді.
себебі мына жақтағыдай көп қабатты үйлер, е болмаса жаңағы сұлу ғимараттар, е болмаса жаңағы бас кеңселер, үлкен мекемелердің бас кеңселері барлығы жоғарыда орналасқан. Әрине оны да түсінуге болады. Негізінде ол былайша айтқан кезде әрбір адамның өз құқығы, қай жақтан кеңсе ашса да, қай жақтан жаңағы жұмыс жасаса да. Но десе де менің ойымша біздің міндетіміз қаланың төменгі бөлігіне де сондай мүмкіншіліктер беру керекпіз. Жаңадан көркейіп келе жатқан Алатау ауданы, Алматы арена маңы, ар жағында Наурызбай ауданы жақтары сияқты жерлерде арзан кеңселер қолдан келгенше, әрине оны да мысалға бүйтіп былай болу керек деп айту ол дұрыс емес. Себебі ол нарық, бастан алып бетінен жапқанша. Ол нарық болғаннан кейін нарық өз бағасын өзі реттейді. Бірақ сондай мүмкіншіліктер беру керек. Мысалға бізде қаланың төменгі бөлігінде көп өндірістер, мысалға сол баяғы Атышулы екінші ТЭЦ біздің көмір жағат деген сияқты. Сондайлардың барлығы орналасқандықтан көп қалталы азаматтардың барлығы ана таза ауаға, тау бөктеріне, әдемі табиғатқа жақынырақ болайық деп сол жоғары жаққа қарай кетіп қалады. Демек, қаланың төменгі жақтың тұрғындары жұмысқа бару үшін жоғарға кетеді. Ол дегеніміз бірінші кезекте қоғамдық көлікке салмақ. Екіншіден ол қаланың ішіндегі көп көлік санының көбеюіне бір себеп. Үшіншіден мынау өзіміздің жүретін тас жолдарымыздың ескіруіне және износ дейді ғой, жаңа амортизацияның бірден бір себебі. Одан қалды жаңағы адам көп шоғырланғандықтан мына жаңағы экологиялық, е болмаса қоқыстың көбеюі, сол сияқты заттардың барлығын біз әкеліп Алматыда барлығы бір кішкентай бөлікке шоғырланып қалған сияқты, менің жеке пікірімше. Енді біз егер төмен жақты мысалы көркемдетуге көбірек қаражат бөлсек, көбірек мүмкіншілік беріп сол жақта жұмыс орындарына бағытты жұмыс жасасақ, ол адамдарға о жаққа келудің, шоғырланудың жоғары қарай негізі азаятын сияқты деп ойлаймын. Енді айтыңызшы, неге сіз депутат болуға өзіңіз шешім қабылдадыңыз? Өте орынды сұрақ. Ол сұрақ әрине кеше ғана бір туа салған ой емес, әрине. Мен жаңа атап өткенімдей өзім 15 жылдай халықпен жұмыс істеп келе жатырмын. Мысалы қарыз өндіру бар, қаржыландыру бар деген сияқты. Соның барысында мен осы Қазақстанның бүкіл өңірінде болған адаммын. Өңір дегенде ол тек қана мысалға облыс, ауыл орталықтар ғана емес. Ол шалғай ауылдар, мысалы оңтүстікті алатын болсақ, ең соңы Жетісай, Шардара болатын болса, батысты алатын болсақ, ол Жаңаөзен, Форт Шевченко деңіз, мысалы Ганюшкин деңіз, Орал болатын болса, ол ар жағындағы жаңағы Мартугы бар, қалай еді жаңағы. Енді Қазақстан әбден жерлерді. Барлығын аралап келдім, ол шығысы болсын, батысы болсын. Енді сол жерде біз адамдардың ішінде жүргеннен кейін мен өз басым көзімен көріп жүрген адамы халықтың жағдайын. Адамдар кейде 5000 теңгені төлеуге шамасы келмей жатады. Ол бір төлегісі келмегендіктен емес, мүмкіндігі жоқ. Демек, ал сол уақытта, дәл сол уақытта теледидарда мысалға біздің еліміздің қалай көркейіп жатқаны, орта жалақының өсіп жатқаны, тағысын тағы жетістіктер туралы айтып жатқан кезде енді оған барлығына көріп жүрген адам үнсіз қарап отыру, менің ойымша ол дұрыс емес. Сондықтан менің егер қолымнан келетін бір кішкене іс болса да, мен сол еліме бір пайдам тигізсем деген менің ниетім, арманым. Сондай шешімге мен ұзақ уақыттан бері әрине дайындалып келе жатқан адаммын. Және осындай мүмкіншілік пайда болған кезде оны құр қарап отырып жіберіп алу менің ойымша дұрыс емес болды. Сондықтан осындай шешім қабылдадым. Берекесін берсін. Алла қаласа жеңісіңізге мен тілектеспін. Бірақ білесіз, мен осы негізі белсенділік танытып, саяси белсенділік танытқанның бірден бір себебі ол қаңтар оқиғалары. Алматы қаласында ең Қазақстанда ауыр күндер сол күндер болды. Алматы үшін де, еліміз үшін де, және сол қаңтар оқиғасына өзіңіздің көзқарасыңызды айтыңызшы, қалай екенін. Енді қаңтар оқиғасы деген ол қазақтың ең қасиетті бір қайғылы қара күндерінің бірі деп мен өз басым есептеймін. Себебі 300-ге жуық біздің ер азаматымыз бар, қыз балдарымыз бар, балдар, кішкентай сәбилерімізге дейін мысалы құрбан болып кетті. Және олардың қаны бекер
төгілген болмау керек деп есептеймін. Ол өте қайғылы, және тарих менің ойымша өз бағасын әлі беріп жатады. Әрине қазір жүйе мынандай, билік мынандай деп біраз әңгіме айтуға болады, бірақ 20, 30, 40 жыл деген тарихи көзқарастан қарайтын болсақ, ол бір сәтте емес мысалға. Ертең бір 50 жыл өтер, бәлкім 20 жыл өтер, 10 жыл өтер. Бүгінгі халық кешегі халық емес. Және ертеңгі келетін буын бүгінгі буын емес. Олардың көзқарастары мүлдем бөлек. Және бүгінгі халық кешегі көнген әңгімеге бүгін көнбейді. Және осы жақын арада менің ойымша тарих өз бағасын оған береді. Оған ат салысып жүрген жігіттер, азаматтар өте көп. Және менің бірден бір арманым, әрине сол кездегі құрбан болған азаматтардың барлығын бір тақтаға әркімнің атын жазып, сол кісілерді құрметтеп, бағалап, ертең күні бала шағамызға кешегі ана желтоқсанда құрбан болған азаматтар сынды үлгі етіп, сабақтарды айтатындай бір дәрежеге жетсе екен деп армандаймын. Аумин. Ол мен қоса кетейін, енді өз ойымды, бұл жерде ат аталмағандар батырлардың әлі шығады деп ойлаймын, бұл соң күндер емес. Және қараңызшы, сол әлеуметтік әділетсіздік біздегі, әлеуметті әділетсіздік, әлеумет жағдайымыздың әділетсіз болуы, сол қаңтар қырғынына, қаңтар оқиғасына, қаңтар күндеріне алып келді. Ол оңай нәрсе болған жоқ. Оға дейін бәрімізде жаңа төрт құбыламыз түгел, әйтеуір бір ұрбаңдасақ та тырбыңдағандай амал етіп жүрдік. Содан кейін кішкене біраз адамның көзқарасы өзгерді да. Егерде қаңтар оқиғасы болмаса, сіз осындай шешімге баратын ба едіңіз? Қаңтар оқиғасы болмаса да баратын едім. Дәл осы сайлауға баратын едім деп айта алмаймын, бірақ ол халыққа қызмет ерге міндет деген сөз бар. Мен егер өзімнің қолымнан келетін бір пайдам болса, мен тигізгім келеді әрине. Бәлкім кейінірек барар едім. Бірақ қаңтар әрине ол мен үшін бірден бір себеп, мен осындай қадамға жылжытып отырған, ол рас. Мынау енді қаңтардан көп шыға алмаймыз, өйткені менің өз жеке ойым, әр жерде айтып жүрмін, тағы да қайталап айтам, бұл мажоритарлық жүйе, бұл мажоритарлық өзін-өзі ұсыну мүмкіндігі сол қаңтар қанымен төленген деп айтам да мен өзім. Сол жас балаларымыздың, бауырларымыздың, қара көздеріміздің қанымен келгеннен кейін, енді біз бұны жіберіп алмай, шын ниетпен күресуіміз керек. Мүмкіншілігінше шыншыл жігіттерді, сөз айталатын ағаларымызды, тірлік істей алатын бауырларымызды сол жоғарыға қойып дауыс беру керекпіз. Барлықтарыңыз атсалысыңыздар. Ойларыңыз менімен келіспесе, немесе ол жасқа бауырымызға айтар сындарыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Мақұл, енді өзіміздің сұхбатымызға қайтып келейік та. Олжас, отбасыңыз бар ма? Бар, отбасым бар. 2 қызым бар, 1 ұлым бар. Шетелде оқитын жар? Жоқ, қайда. Мен үлкен ұлым осы жерде колледжде оқиды. 2 қызым кішкентай, олар мектепте оқиды. Бір үлкен қызым 4-ші сыныпта оқиды, ал ең кіші қызым әлі 3 жаста енді. Енді мысалға сіз депутат болып кеткеніңіз, бала шағаларыңыз шетелге оқуға кетіп дейтініне қандай кепілдік бар? Бұл жерде былай ғой, Раке, бұл өте негіз қызық сұрақ. Әрине бұл жерде провокационный жағы бар, Мен жеке пікірімше, біздің балдарымыз ол тек қана менің балам емес, ол сіздің балаңызда, кез келген біздің қарагөз қазақтардың кез келгеннің баласы мүмкіндігінше дамыған елдерде оқып келу керек деп есептеймін. Бұл жерде мағыналы сөз келу, қайтып келу. Тек қана барып, оқып, сол жақта қалып кету емес, оқып, барып, қайтып келіп, осы елге қызметі сіңу керек деп есептеймін. Себебі жасыратын жоқ, 30 жылда өткен іске сыншы көп дейді қазақта. Мен көп сын айта беруге құмар емеспін негізі, бірақ десе де білім саласына келген кезде мен айту керекпін деп есептеймін. Себебі білім деген ол ертең күн біздің болашағымыз, біздің ұрпағымыз. Мына Раке, сіз бен менің мысалға керемет зейнетіміз біздің балдарымыздың білімдігіне байланысты.
Егер біздің бала шағамыз, ұрпағымыз білімді болатын болса, біздің зейнет уақытымыз күшті болады. Егер олар білімсіз болса, біздің зейнет уақытымыз сол жұмыс істеумен таксовать ету плюс-минус сондай жұмыспен кетіп қалады, бала шаға асыраудың қамымен. Сондықтан мен депутат болайын, депутат болмайын, мен осы күннен бастап бала шағама үйретемін, айтамын, түсіндіремін. Ағылшын тілі бірінші кезекте оқу керек деймін, математика екінші кезекте оқу керек деймін, және спорт үшінші кезекте қолдан келгенше қатысу керек деймін. Қалған барлығын өздеріңіз таңдап алыңыздар. Бірақ математика мен ағылшын тілін түсіну, білу міндет әр балаға. Себебі ағылшын тілі ол әлемнің кілті, кез келген есікті ашатын. Математика әлемдегі жалғыз тіл, барлығына түсінікті жалғыз тіл ол сан. Сондықтан математика мен бүгінгі күнге ағылшын тілін білген адам менің түсінігімде ертең болсын, арғы күні болсын, ол қажет маман, қабілет, бәсекелестікке қабілетті жақсы маман болады деп есептеймін. Сондықтан мен ол балдарымды өзім дайындаймын. Ол жасыратын ештеңесі жоқ. Дұрыс. Мен негізі бар ғой, шындығыңызға рахмет айтқым келеді. Өйткені рахмет айтамын да, бізде көбісі жаңағы өткенде екеуміз түсірдік, мешітте 5 гектар ағамыз елге жаңағы тек қана садақа беру не дәріптейді да, бұл ел халифат емес, бұл ел жаңағы кәдімгідей республика, біздің конституциялық жүйеде өмір сүреміз. Сондықтан бізде кішкене дінмен саясатты, білімді бәрін ажырата білуіміз керек деп ойлаймын да. Сол дін жағындағы ойыңыз қандай, айтыңызшы? Рахмет, күшті сұрақтар. Мен мүлдем дайын емес сұрақтар. Дін жағында дейсіз ғой, ең бірінші кезекте альхамдулиллах мен мұсылманмын. Ол баяғыда ең бірінші рет мен жатақханада бірінші курс студент болып жүрген кезімізде жатақханада бір имам жігітпен танысып, сол кісі мені мешітке апарып бірінші рет, сол кезде бірінші рет мен ля иляха иллаллах Мұхаммеден Расулуллах деп айтқан күннен бастап мен мұсылманмын. Ол түсінікті ары қарай әртүрлі ой болмау үшін о басында белгілеп жатырмын. Бірақ енді ары қарай менің жеке пікірімше мен ол туралы бүйтіп біреуменен жаға жұлысып дәлелдесіп отырғым келмейді. Себебі дін деген өте андай терең және ой шұқыры көп мәселе. Ол жерде ешкім жеңбейді және ешкім жеңілмейді деп айтуға да болады. Ол әркімнің өзінің санасына байланысты. Сондықтан менің жеке пікірімше мен балдарыма да сол айтамын. Әр адам дін мен сенімді ажырата білу керек деп есептеймін. Сенім деген мен мінекей жаратқанның барына, біздің ата бабамыздың 500 жылға жуық ұстанған Абу Ханифа мазхабындағы исламды мен түсінемін, қолдаймын. Ол ислам біздің ата бабамыз не салт дәстүріне, не тұрмыс тіршілігіне қарама қарсы келмеген дін, және ол тек қана бізді көркейткен және дамытқан дін болғандықтан мен соны ұстанамын. Ол менің сенімім. Ал енді дінге келетін болсақ, сәл мен қазір қарама-қайшы сөз айтып жатқан сияқтымын, но десе де мүмкін мен қате шығармын, бірақ менің жүрегімде жаңа жаратқанға сенімім мол, мен сенемін, оны жоқ демеймін, мен мұсылманмын. Ал енді былай істеу керек, не басқаша істеу керек, былай істемесең дұрыс болмайды, не былай істемесең басқаша болады деген көзқарастарды мен қатты қолдамаймын және мен оған қарсы да шықпаймын. Былайынша айтқан кезде ол дін деген, дін мен сенім әркімнің өзінің жүрегіндегі және санасындағы өзінің ойы және өзінің нанымы. Оны әр адам өзінше ұстану керек деп есептеймін. Жақсы. Ал енді жақсыны айтып жаманда тіреп қой деген бар қазақта, иә? Мысалға Олжас сайлауды ұтпай қалды дейік. Жеңіліп қалды. Онда не істейсіз? Осымен Олжасты соңғы рет көріп тұрмыз ба, жоқ әлі Олжас белсенділігімен ортаға шыға ма? Соны айтыңыз. Өте күшті сұрақ, Рәке. Былай ғой, мен жаңа басында атап өткенімдей, мен бұл шешімге бір күнде келген жоқпын. Өзіңіз атағандай, бұл мүмкіншілік маған кешегі біздің
қаңтардағы бауырларымыздың ерлігі әкеп берді, негізінде шынын айту керек. Бірақ менің ойым бойынша мен оған бір уақытта келуім керекпін деп есептегенмін о баста. Және оған дегенде саяси белсенділікке келу керекпін деп есептегенмін. Енді ертең ұтылып қалып жатқанда да онымен өмір бітіп қалмайды. Онымен саяси өмірде тоғысылып қалмайды. Жаңағы жігіттің екі сөйлеген өлген деген қазақта мақал бар. Енді басқасын айта алмаймын, бірақ мені өз басым солай тәрбиелеген. Мен анау күнгі өзімнің роликтерімде де айтып жатырмын. Мына халықтың мұң-мұқтажын, егер мен депутат болмай қалсам да, мен қалай айтады қазақша, общественник деген қоғамдық белсенді ретінде мен ары қарай жалғастыра беремін. Қош келдіңіз Олжас мырза. Біз қуаныштымыз. Негізі сізбен біраз жүрдім да мен. Өзіме жүрегіме жағатындай, ұнайтындай жігітті байқаған сияқтымын. Сондықтан айтарым, жаңа сіз айттыңыз, кезінде бәрімізде мойнымызға дорба арқалап, біреудің есігін сығалап, осы Алматыда күнкөрістің қамын жасап жүрдік дедіңіз, иә? Сол күніне келген кездеріңіз есіңізде ғой. Қазіргі солай жүрген бауырларымызға мына өмірді түзеу үшін, өз жеке басының бақытын жөндеу үшін не айтар едіңіз? Айтыңызшы, қандай беретін ақылыңыз бар? Енді оны бүйтіп тыңдаушысы болмаса сөз жетім дейді ғой қазақта. Әрине. Сондықтан бүйтіп ұзын сөзді қысқартып айтуға тырысайын. Айтыңыз. Оны ұзақ айта беруге болады. Бірақ міне жақын арада біздің қолымыздан келетін мүмкіндік бар бірдеңе өзгертуге. Ол дегеніміз ең бірінші кезекте ол саясатқа араласу. Керемет. Саясатқа араласу, орыста сөз бар, театр начинается с гардероба дейді. Сол сияқты саясатқа араласу сайлауға қатысудан басталады. Біз егер сайлауға қатысып, өзіміздің жаңағы белсенділігімізді танытатын болсақ, бізден кем дегенде, біз көп зат ұтып кетпесек те, кем дегенде біздің даусымызды ұрлауға мүмкіндік бермейміз. Өте дұрыс. Және сіздің, мен бір өзім болсам ештеңе шешпеймін. Рафик мырза бір өзі болса ештеңе шешпеймін. Біз көпшілік болсақ, ауызбіршілік болса бізде, онда біз үшін алмас қамал қалмайды. Әрине. Ал егер саяси жүйе өзгеретін болса, бұл жерде проблема бір адамда емес қой, жаңа Рафик айтпақшы, бұл жерде проблема жүйеде. Жүйе өзгеру үшін көпшілік керек. Көпшілік болуымыз үшін біздер барлығымыз бір кісідей атсалысуымыз керекпіз. Сондағы бар болғаны, бір кісідей болғанда, ол сайлауға барып, жаңа өз даусымызды беріп, қадағалап, қолымыздан келсе бақылаушы болу керекпіз. Сонда жүйе өзгерген кезде қалған өмірдің аспекттері де өзгереді. Мысалға, былай айтуға болады. Біз барып аламызда жаңа билікке барған соң жұмыссыздықпен күресеміз деп айтуға болады. Біз барып алғаннан кейін айтуға болады, осы сайлау алдында, біз жаңағы популизм нелер ғой, лозунгтар. Популизм лозунгтар. Біз жаңа парақорлықпен күресеміз деп айтуға болады. Ол өмір жеңілмейтін не ғой, батыр ғой негізі. Қаншама күш салынып жатыр Қазақстанда. Мүмкін сіз жеңетін шығарсыз, айта берсеңізші. Мен енді ондай бос сөзден сәл Құдай кешсін, Алла разы болсын. Одан қалды, мен бір күнде медицинаны түзеп жіберем, болмаса бір күнде жаңа жолдың бәрін салып тастайым, болмаса жарықтандырып жіберем деп айта беруге болады. Әрине, ауызға бәрі сияды ғой. Ауызға бәрі оңай. Бірақ бұл орысша айтқанда следствие. Керемет, бірінші рет естіп отырмын осыны. Причинно-следственное действие дейді ғой. Бұның барлығы ол бір определенный бүгінгі күннің жүйенің жұмысының салдары, былайынша айтқанда. Толық келісемін. Жүйе өзгермейінше біз жаңа асфальтқа бар басымыз жарып атсақ та ол тас жол салынбайды. Салынса да ертең ақ сынып қалады. Ол сапа болмайды, ол жерде стандарт болмайды, ештеңе болмайды. Көзбояушылық болады, бірақ сапа болмайды. Ал енді сапалы медицина, сапалы білім, сапалы жол, сапалы тұрғын үй, сапалы жаңағы жемқорлықтың болмауы деген сияқты заттардың болуы үшін бізге жүйе өзгеру керек. Ол сол жақта негізгі мәселенің бәрі сонда. Қалғаның барлығы ол тек результат. Өте дұрыс айтасыз. Мен де заңгер ретінде айтамын, негізі мәселенің бетінде тұрған нәрсені зерттемей, сол мәселеге себеп болған түп тамырын зерттесек, келесі күні қайталанбас,
келесі күні шалынбас тірліктер жасар едік. Дұрыс емес пе, иә? Дұрыс, өте орынды. Мысалға енді қараңыз, қазір енді сіз маслихатқа барып жатсыз, негізгі арманыңыз осы маслихатта, осы Алматыға ғана ісіңізді, өзіңіздің жұмысыңызды сіңіріп, пайдаңызды келтіру ма, жоқ, әлде арада алар белесіңіз бар ма, амбицияларыңыз қандай? Мынау алдында әреге сіз сұрақтарыңыз негізі өте лейдің шын айту керек. Қалай? Қиын да сұрақтарыңыз, ана палка два концада. Қазақтың жалпақ тілі ғой, ауылда өскен баламыз, иә? Рахмет. Мен басында осы саяси науқан басталады деген кезде мен көп ойландым. Барлығымыз ұран алу керек болдық. Мысалға мына Әйгерім қарындасымызда бір ел, бір тіл, жаңағы жүйені өзгертеміз, тағы да сынды көп қой енді ұрандар, сондай ұрандар болды. Мен де біраз ойландым, біраз ақылды кісілерден кеңес сұрадым, шынын айтайын. Менің бүгін күнгі ұраным, қорғағаным жердің шебі, қозғағаным елдің шері деп маған ұран құрастырып берді. Ол жерде бірақтан менен сұрады, сенің негізгі түп мақсатың не деп. Мен сол кезде отырып алдым да, бір сағатқа жуық десек болады, енді бүкіл ойымды айтып бердім. Содан жинақтап, осындай маған ұранды Маңғыстауда белгілі ағамыз бар, Светқали Нұржан деген. Сол ағамыз құрастырып берді, шынын айту керек. Мен ол кісіменен бір дәмдес болғанмын, осыдан бірнеше жыл алдын бір Алматыға келіп, менің үйіме қонақ болып келді, бірақ мен ол кезде ол кісінің кім екенін мүлдем білмеген екенмін. Мен жездеммен бірге келді, жездем сол кісінің оқушысы еді. Сол кезде бір тамақ беріп, сол кезде таныстық. Енді одан кейін көріспедім, бірнеше жыл өтіп кетті, 3-4 жылдың төңірек өтіп кетті. Сонда да енді үлкен кісі болғаннан кейін сол кісіге ақыл сұрап, кеңес сұрап, сол кезде хабарластым. Ол кісіге барлығын айттым, және сол кісі маған өйстіп әңгіме барысында айтты да. Әңгіме барысында осындай жаңа ұран пайда болды. Және бұл көкейде біраз жүрген не екен ғой бұл? Иә. Енді сіздің жаңағы сұрағыңыз осымен бітіп қалама деген жоқ. Алла қалап денім сау болып, басым аман болып жатса, қолымнан келгенше осы елге қызмет етсем деп армандаймын. Енді мысалға маслихатқа өттіңіз, келесі арманыңыз бойынша қандай белес болу керек? Енді оны Раке біздер деген айта береміз ғой, бірақ адамның басы Алланың добы деген қазақта сөз бар. Уақытысы келген кезде, егер менің атқарған қызметім халқыма ұнап, шын мәнінде мен берген уәделерімде тұра алып, не болмаса абыройымды жоғалтпай, басымды биік көтеріп, сол жерден істей алмайтын ісімді мойындап, егер шығып кетіп, ары қарай мені халқым қолдап жатса, мен ешқандай шектеу жоқ деп есептеймін. Істеуге болады. Ал енді қазір отырып алып, 10 жылға алдын әңгіме айту сәл дұрыс емес шығар. Жоқ, енді сіз енді қалай қарарыңыз білмеймін, маған астарлы сұрақ қойып жатырмын ба, қиын сұрақ қойып жатырмын ба, енді өзіңіз шешерсіз. Бірақ қазақта бір мақал бар. Қызық сұрақта. Қазақта бір мақал бар. 3 күндігін ойламаған әйелден, 3 жылдығын ойламаған еркектен деп, е? Сол жағынан ғой біздің сұрақ. Түсінесіз ба? Мен түсіндім. Мысалға, енді шыны керек, бізде қазір Қазақстанда не жоқ? Бізде саяси институттар жоқ. Қоғамды әдейі зерттеп, шын мәніндегі мәліметтер беретін, статистикалық болсын, әлеуметтік болсын, мәліметтер жинайтын саяси ешқандай сараптамалар, саясат танушылар, жалғыз ғана Досым Сатпаев деген бар, мысалға, бір күні жаңағы шыны керек енді басқаларында тыңдағым келеді, бір досым айтқанына қарап қалмай. Соны айтайын дегенім, сол өзіміздің арамызда қазір кішкене ары бері сараптап отырсақ, мынау қазіргі сайлау болып жатқан, біріншіден қорқақтықтың шет жағасы көрініп жатыр да. Мысалға үміткерлерді алып жатыр сайлаудан, көбінің аяғын шалып жатыр. Сәл-сәл жаңағы енді атағы шыға бастаса, тарстай кезіп бір нәрсе тауып алып тастайды. Мысалға кеше Әйгерім Тілеужанды алып тастады. Қаңтардың келбеті болып, осы уақытқа дейін күресіп келген қарындасымыз, әлде күресіп жалғастыратын қарындасымыз алып тастады. Сол сияқты келеңсіз жағдайлар болып жатыр. Бұл енді қорқақтықтың себеп салдары деп айта аламыз. Келесі, мысалға сұрақтың несі,
Екінші жаңағы айтайын дегенім, біздің парламенттің жатыры тесік. Әр қашанда түсік тастап қояды. Уақытына жетпей таралып кетеді бәрі. Сондықтан біздің сараптауымыз, пайымдауымыз бойынша осы саяси белсенділердің, қазақ халқының айтарында бұл 2-3 жылдан аспайтын сайлау деп ойлап отырмыз. Бірақ енді бір Алла біледі ғой оның бәрін. Сол кезден кейін сіз өзіңіз мәслихат арқылы ісіңіз оң болып, бәрі дұрыс болып жатса, ары қарай көтересіз ба? Әрине. Көтересіз ба? Егер бәрі оңды болса, жаңа мен айтқанда, егер абыройым жоғалтпай, халқым қолдап тұрса, неге бармасқа, неге көтермеске? Жақсы. Ал енді мысалға өзіңіздің саяси көзқарасыңызды қалай түсіндірер едіңіз? Коммунист, демократ, либерал, ол жағынан қалай? Мен өзім саяси көзқарасымды ұлтшылмын деп айтсам болады. Керемет. Қазақтың ұлымын, қазақ менің халқым, қазақтың жері, ата-бабамның қанымен, аналарымыздың көз жасымен осындай ұлан-байтақ қалған жер менің де жерім деп есептеймін. Ұлтшыл болу деген ол басқа ұлттарды сыйламау, не болмаса оларға жаңа қоқаң-лоққы көрсету, не болмаса сыйдырмау деген сөз емес. Кемсіту емес. Менің ең жақын бауырым десем болады, досым, бірге өскен Қарашай ұлтынан Зауыр дейтін досым, бүгінгі күнге жақын достарымның бірі ол Денис дейтін жігіт, бірақ олардың екеуі де таза қазақ сөйлейді, шынын айту керек. Көп достарым орыс ұлтынан да бар, басқа да ұлттардан бар. Оның барлығына менің айтатыным, менің қазақпын, менің елім, жерім қазақ, мен ұлтшылмын, бірақ мен ешкімге ешқандай қарсылығым жоқ. Ең бастысы осы елдің көк туын сыйлап, осы шаңырақты өзінің шаңырағындай құрметтеп, осы жерді өзінің жеріндей қастерлеп, өз бала-шағасының келешегін осы елімен байланыстыратын азамат болса, мен ондай азаматтар тек қана қолдаудан басқа ешқандай қарсылық білдірмес едім. Керемет. Енді ұзақ әңгімені сорпасын сапыра бергеннен пайда жоқ. Мен өзім сіз жайында ойымды пайымдадым. Біраз жермен келсемін, былай толығымен келсем ғой. Соны осы екеуміздің интервьюімізді өзімнің пікіріммен аяқтасам деймін да. Біз ешкімге қарсы емеспіз. Біз Қазақстан жағындамыз. Алға қазақ елі, Олжас бауырыма жеңіс тілейміз. Рахмет.